Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 9-шы сыныптар үшін 3-ші тоқсанға арналған қорытынды бақылау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде 2-ші нұсқа. Олай болса тапсырмамыз көше. Күкірттің электрондық құрылысын, байланыс түрін және кристалдық тор түрін анықтаңыз. Күкірттікі 1/2, 2/2, 2/6, 3/2, 3/4, оның несі ковалентті полюссіз және молекулалық Д нұсқасы дұрыс. Келесі тапсырма: азоттың тотығу дәрежелері қандай? Осы тотығу дәрежелеріне мысал келтіріңіз. Азоттың тотығу дәрежелері -3, 0, +1, +4 және +5 тотығу дәрежесін алайық. -3 ол әрине аммиакта. -3 тотығу дәрежесін көрсетеді. 0 азоттың өзі болған кезде тотығу дәрежесі 0-ді көрсетеді. +1 +1 көрсететін N2O. Келесі +4 көрсетеді NO-да. Және +5 ол кезде азот қышқылында HNO3-те +5-ті көрсетеді. Келесі тапсырма: дұрыс мәлімдемелерді белгілеңіз. Барлық металдар электр тоғын өткізеді. Бұл жерде дұрыс емес көрсетепті. Мынау несі? Дұрыс. Әрқайсысын талдаймыз. Барлық металдар жоғары балқу температурасына ие. Қате. Металдардың иондану энергиясы жоғары. Қате. Қышқылдар металдармен әрекеттесіп тұз түзеді. Бұл дұрыс. Дұрыс. Металдар тек тотықтырғыш бола алады. Қате. Металдар тотықсызданғыш болады. Енді бұл жерде бізден дұрыс емес мәлімдемелер сұрап тұр. Сондықтан 2, 3 және 5 жауабы. Сызбаны толтырып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Күкірттің ромбтық, моноклинді және пластикалық 3 түрі бар. Күкірттің ең тұрақты модификациясы ол әрине ромбтық күкірт. Қалыпты жағдайда күкірттің барлық модификациялары түрленеді. Ромбтық күкіртке дейін түрлене алады. Келесі тапсырма: айналымды жүзеге асырыңыз. H хлор, феррум хлор шалу керек. Темірді алайық. Темір хлориді, сутек газы теңестіреміз. 2, 3, 6, 2 түседі. Келесі феррум хлор 3-тен феррум OH3 алу үшін натрий гидроксидін қосайық. Феррум OH3, натрий хлор. Мына жерге 3 түседі. Феррум OH3-ге 3-тен температурамен феррум 2O3 алу. 2, мына жерге феррум 2O3 қосылған 3H2O. Келесі тапсырма: 200 грамм магний карбонатының ыдырауынан алынған магний оксидінің
массасын есептеңіз. Так, бұл жерде магний карбонатынан магний оксиді мен көмірқышқыл газ алынады. Енді бізде магний карбонаты бұл жерде 200 грамм берілген. М молярлық массасын тауып алайық. 24 қосу 12 қосу 48 тең болады 84 грамм моль. Так, бұл жерден магний 12 24 қосу 16 40 грамм моль. Енді осы жерден масса магнийдің магний теорияларын тауып алайық. Яғни 200-ді көбейтеміз 40-қа, бөлеміз 84-ке. Сонда 95-те 24 грамм шықты. Енді практикалық массасын алайық. Масса практика магний О тең 95-те 24-ті көбейтеміз. Бізде 85% беріліп тұр, соны 100-ге бөлеміз, соны 0,85-ге көбейтеміз. 80,195 грамм шықты. Жауабы осы. Келесі аммиактан азот қышқылын алу теңдеулері. Так, аммиактан 4NH3 қосылған 5O2 платина қатысында 4NO қосу 6H2O. Одан кейін осы NO-дан 2NO-ға оттекті қосамыз. 2NO2 түзіледі. Үшінші жолы NO2-ден біз енді азот қышқылын алу керекпіз. 4NO2 қосылған O2 қосылған 2H2O тең болады 4HNO3. Келесі тапсырма. Мыс концентрлі азот қышқылымен әрекеттескенде қандай газ бөлінеді? Әрине, азоттың 4 валентті оксиді. Жауабы ол қоңыр газ. Формуласы NO2. Фосфордың кез келген қасиетін жаз. Оттекпен P плюс O2 тең P2O5. 5, 4 бірге 5 түседі. Металмен 3 кальций плюс 2 фосфор тең кальций 3 P2. Так, мынау фосфор оксиді, кальций фосфиді. Так, енді хлормен. Екі фосфор қосылған 5 хлор 2 тең болады 2 P хлор 5. Фосфор хлориді. Минералды тыңайтқыштарды қандай топтарға жіктейді? Так, азотты, фосфорлы және каллилі. Аммоний нитратындағы азоттың массалық үлесі. Так,
МР. Аммоний нитраты бізде NH4NO3. Так. Енді осы жерден есептейік. 14. Қосылған 4, қосылған 14, қосу 48. Бізде береді 80-ді. Енді осы жерден азоттың массалық үлесі. Массалық үлес азот тең 28-ді бөлеміз 80-ге. Көбейтеміз 100%-ға. Сонда бізде болады 35%. Белгілері қандай элементтің жетіспеушілігіне көрсететінін анықтаңыз. Анемия иммундық жүйенің бұзылуы, төмен гемоглобин. Темір. Бұл элементтің жетіспеушілігін болдырмаудың қандай шараларын білесіз? Яғни ет, құрамында еті бар. Бауыр, алма, гречка тұтыну.